ағайын халайық, мұнда назар салайық. Мерекесі халықтың Наурыз тойын бастайық. Наурыз жыл басы, күн мен түннің теңелер күні, ырыс пен берекенің бастауы, мейірім мен ізгіліктің жаршысы. Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы Наурыз мейрамын жаңа үлгіде атап өтуді ұсынып, мереке аясында балалар үйлеріне, тұрмысы төмен отбасыларға және қоғамның әлеуметтік қорғалмаған топтарына жәрдем жасап, қайырымдылық шараларын қолға алу қажеттігін айтқан болатын. Орталық мемлекеттік кино-фото құжаттар мен дыбыс жазбалар архивінің ұжымы министр ұсынысын қолдай отырып, қайырымдылықтан қалыс қалмай, тұрмысы төмен отбасыларына қамқорлық көрсетті. Наурыз мерекесінің аясында көп балалы отбасыларына қаржылай сый-сияпат жасап, құнды кітаптар мен сыйлықтар табыс етті. Мемлекеттік мейрамымыз Наурыз мерекесін тойлаудамыз. Бұл мерекені 3 архив бірлесіп жасап жатырмыз. Осы мереке тойлау барысында мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы атап өткендей жаңа форматта өткізуге тырыстық. Мерекені тойлау барысында орталық мемлекеттік кино-фото құжаттар және дыбыс жазбалар архиві жас өспірімдерге ерекше көңіл бөліп, оларға жеке-жеке сыйлық таратылып, тұрмысы нашар отбасыларына арнайы қаржылық сыйлықтар және азық-түлік көмек көрсетілді. Біз бұл қайырымдылық эстафетасына қатысқанымызға қуаныштымыз. Болашақта да бұндай эстафеталар өзінің жалғасын табады деп ойлаймыз. Бұл бір күндік қана іс-шара болмау керек. Бұл іс-шара ары қарай жалғасып, біз тұрмысы нашар отбасыларға көмек көрсетуді жалғастыруымыз керек деп есептеймін. Адами қасиеттердің қадірлісі қайырымдылық болса, аялы алақанын, жүрек жылуын ұсыну, сауабы мол іске атсалысып, үлесін қосу адамның азаматтық парызы. Мейрамдарыңыз құтты болсын. Көп рахмет, осындай мереке балаларға ұйымдастырып жүрсіңдер. Көңіл бөліп, баршаңызға рахмет. Наурызға аман-есен жете берейік. Орталық мемлекеттік кино-фото құжаттар мен дыбыс жазбалар архивінің ұжымы қайырымдылық эстафетаны Қазақконцерт мемлекеттік концерттік ұйымынан қабылдап, министрлікке қарасты өзге ұйымдарға жолдайды.